Қайырлы күн каналымның көрермендері, каналыма тағы да қош келдіңіздер. Мінекей бүгін осындай бір ерекше тағамды жасап сіздерге де ұсынуды жөн көрдім. Олай болса жіберіп алмаңыздар. Бірінші осылай асқабағымызбен жусайымызды төрт бұрышты етіп турап аламыз. Одан кейін дәмдеуіштерімізді, тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сұйық май құямыз. Мінекей қолдарыңыздың көмегімен болса да, қасықтың көмегімен болса да осылай жақсылап тұзын сіңдіріп араластырып алатын боламыз. Қазақша контентімді қолдап, ары қарай дамуына үлес қосқыңыз келсе, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер де болады. Біздің салмасы дайын болған кезде осылай ұнымызды тұзды суымызға елейтін боламыз. Негізінде мантыға, осылай орамаларға мен жұмыртқа қоспаймын. Өйткені беті қатып қалмас үшін көп жұмыртқаны пайдалана бермеймін. Ал басқа кездерде сұйық тамақтарға жұмыртқа қосқандарыңыз дұрыс болады. Міне осылай нанымызды жұқа етіп жайып алғаннан кейін, жаңағы салмамызды осылай жұқалап тұрып, бүкіл нанымыздың үстіне жайып шығатын боламыз. Осылай видеодағыдай жасайсыздар. Одан кейін ортасын ақырын ашып, ортасын кесуге дайындап қоясыздар. Осылай өздеріңіздің еркілеріңізде қалай орасаңыздар да. Мен осылай кішкене жұқа болу үшін осылай орап шығамын да, қасқанымызға салып, буда 30 минутқа дейін пісіріп алатын боламыз. 25-30 минутта пісіп кететін болады. Осылай қоямыз. Сол уақытта біз етімізді турап, міне қандай ет алсаңыздар өз еркілеріңізде, менікі қойдың еті, және де етімізді жақсылап пісіріп алғаннан кейін сәбізімізді, пиязымызды, тәтті бұрышымызды қосып, тағы да қуырып алатын боламыз. Үйде қандай тағы да көкөністер бар, соларды қосып жіберсеңіздер де болады. Тәтті бұрыш, ашты бұрыш болса да өз еркілеріңізде. Мен сарымсақты қосамын. Барлығын сәбізіміз бен пиязымыз жақсылап қуырылып біткеннен кейін тәтті бұрышымызды осылай қосып, үстіне сарымсағымызды қосып, тағы да кішкене қуырып алатын боламыз. Одан кейін барлығы жақсылап қуырылдау деген кезде осылай бір ас қасық томатымызды салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай барлық көкөністер, етіміз де жақсылап қуырылды. Енді оның үстіне етіміз бастып тұратындай су құямыз. Және оны да тағы да пісуге қоямыз. Етіміз пісіп, жақсылап бір піскен кезде барып, осылай дайын тұрған картобымызды төрт бұрышты етіп, турап, осылай тамағымыздың үстіне салатын боламыз. Картоп піскенше күтеміз. Картобымызда біздің бір 10-15 минутта піседі. Одан кейін жаңағы орама нанымызды осылай етіп әдемілеп саламыз да, піскен салмамызды осылай әдемілеп табағымызға салып құятын боламыз. Мінекей тамақтарыңыз дайын. Кешкі асқада, түскі асқада ұсына берсеңіздер, өте дәмді, бір жақсы бір тамақ болып шығады. Жасап, міндетті түрде көріңіздер. Жасаған болсаңыздар, комментарий қалдыруды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.